Адам баласы өмірден өткеннен кейін артынан баратын үш амал бар дейді ғой. Біріншісі өзінің дүние тіршілігіндегі жасаған ізгі құлшылық ғибадаттары ілесіп барады. Екіншісі артына қалдырған пайдалы ілімі. Үшіншісі салихалы ұрпақтың қылған дұғасы дейді. Өмірден өткендеріміз, жақындарымыз үшін көп дұға қылу керек. Олар дұғаға ғана мұқтаж ғой. Ата-анамыз болсын, Раббирхамхума кама раббаяни сағира дейді ғой. Раббым ол екеуі мені кішкентайымда қалай тәрбиелесе, қалай өсірсе, сен де оларды солай рахымыңа бөле, мейіріміңе бөле деген дұға. Жалпы зиратта болсын, үйде болсын, көп дұға қылып тұруды ұмытпау керек қой. Енді біз өмірден өткен адамдарға барлық беретін нәрсеміз сол ғана ғой. Басқа қолымыздан не келеді? Алла дұға тілектерімізді қабыл қылсын.